Қайырлы күн. Аты жөнім Азаматова Гүлжамал Мырзабайқызы. Мен Ақтау қаласы номері 35-ші жалпы білім беретін мектептің биология пәні мұғалімімін. Бүгін сабағым 9-шы сыныпқа арналды. Тақырыбым митоз, миоз фазаларын салыстыру және 5-ші модельдеуді орындау. Сабақта қолданған әдістерім ең алдымен үй тапсырмасын пазл құрастыру әдісі арқылы оқушылардың жеке ұялы телефондарына сілтеме жіберіп орындалды. Одан кейін жасанды интеллект арқылы жасалған видео көрсетілімнен кейін балалар жаңа сабақты одан әрі бекіту мақсатында 5-ші модельдеу жұмысын орындап, жұптық тапсырмалар жасалды. Одан кейінгі тапсырмада балалар топпен бірге митоз, миоз, интерфаза сатыларының моделін өз қолдарымен құрастырып, эстетикалық талғамға сай дескрипторларды біле отырып, бағалау критерийлеріне сай орындады тапсырмаларын. Одан кейінгі тапсырма, жеке тапсырма. Бұл жеке тапсырмада балалар өздеріне сай бүгінгі тақырыпта не қозғалды және де тақырып бойынша берілген тапсырмалардың барлығын жеке-жеке толықтай орындап, балдық жүйе арқылы толық бағаларын иеленді. Сабақ соңында сабақ қорытындыланып, кері байланыстарын Padlet платформасы арқылы тақтадан интерактивті түрде шығарылу көрініс тапты. Қайырлы күн, оқушылар. Ал сабақ бітуге таяп қалды. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Онда бүгінгі сабағымызға сәттілік. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын, қазір біздер топқа бөлініп алайық. Тақтаға назар аударып, кім қай топқа түсті, өзіміздің тобымызға ауыса қоямыз. Бірінші топта Інжу, Нұрбол, Аружан, Жүсіп, Райымбек. Келе қойыңдар, митоз тобына. Арман, Аида, Самал, Айбек және Назерке. Олай болса, біз сабағымызды бастайық. Ең алдымен, өткен сабақта біз қандай тақырып өттік, үйге қандай тапсырма берілді? Митоз және миозды оқып келу. Миоз және оның фазаларымен таныстық. Олардың кезеңдері неше кезеңнен тұрады және қандай негізгі ерекшеліктері бар, осы туралы білетін боламыз. Қазір сіздерді үй тапсырмасын тексеру мақсатында ұялы телефондарыңа мен сілтеме жіберемін. Сол сілтеме арқылы тапсырма ашылады. Сол тапсырманы орындай қояйық. Бізге 1 минут уақыт беріледі. Алайық ұялы телефондарымызды. Митоз тобының оқушылары. Орындап жатырмыз ба? Райымбек, Нұрбол болды орындап. Інжу, орындап жатырмыз. Тамаша, жарайсыңдар, барлығы ашылып орындап жатыр. Аяқтадық, солай ма? Жақсы, жарайсыңдар балалар. Бізге үй тапсырмасы түсінікті болды ма өткен сабақта өткен? Бір сұрақпен қорытындылап жіберейін. Миоз дегеніміз бөлінудің қандай түріне жатады? Жынысты. Дұрыс айтасың. Жынысты бөлінуге жатады екен. Жалпы көбеюдің қандай түрлері бар еді балалар? Жыныссыз көбею және жынысты көбею екен. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Қазір біз келесі сабағымызда одан әрі жалғастыратын боламыз. Бір ескере кететін жағдай, сіздердің әрқайсыңыздың алдарыңызда бағалау бетшесі тұр. Бұл бағалау бетшесінде үй тапсырмасынан бастап, ең соңғы бүгінгі сабақтың тапсырмасына дейін балдық жүйе берілген. Осы балды өзіңіздің тапсырма орындауларыңызға байланысты белгілеп, өзіміз бағалап отырамыз. Бұл жерде балалар құндылықты ескере отырып, әділдік, жауапкершілікті өз мойнымызға алып, барымызша өзімізді әділ бағалауымыз керек. Келістік қой? Жақсы, олай болса, бүгінгі сабағымыздың жаңа тақырыбына кірісейік. Дәптер кітаптарымызды ашып, бүгінгі күнді жаза қойыңыздар. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы балалар митоз фазалары, миоз бен митозды салыстыру және номер 5-ші модельдеу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бұл митоз фазаларын қайтадан еске түсіреміз және де миоздың фазаларын еске түсіре отырып, екі фазаның негізгі ерекшеліктерін, бір-біріне ұқсастықтарын, айырмашылықтарын салыстыратын боламыз. Қазір дәптерімізге жаза қояйық. Жаңа тақырыбымызды
түсіну мақсатында, өткен тақырыпты еске салу мақсатында сіздерге бағыт бағдар беру үшін экранға назар аударамыз. Бізде аздаған бейнеролик көрсетіледі. Жаңа тақырыбымызға байланысты мұқият қарап тыңдаймыз. Митоз және оның фазаларында жүретін үдерістер. Бір ғана жасуша қалайша өзіне дәл ұқсас екі жасушаға айналады. Күн сайын денемізде миллиондаған жасуша дәл осылай бөлініп, ағзамыздың өсуіне, тіндердің жаңаруына, жараның жазылуына жол ашады. Егер осы процесс дұрыс жүрмесе, ағза қалыпты дамымайды, ал кейде ауыр бұзылыстарға да әкелуі мүмкін. Сондықтан бүгінгі сабағымыздың өзегі тіршіліктің ең маңызды құбылыстарының бірі митоз. Митоз соматикалық дене жасушалардың бөлінуі. Нәтижесінде бір аналық жасушадан хромосома саны өзгермей, 2n генетикалық жағынан бірдей екі жасуша түзіледі. Ол ағзаға үш үлкен қызмет атқарады. Өсу. Жақсы балалар, жаңа бейнероликте біз митоз және миоз фазаларының жүрісін тағы бір қарап шықтық, иә? Енді осы жерде сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Митоз фазасы ол қалай жүреді? Митоз фазасы ол денедегі бір зақым келгенде оның орнын қайта регенерация жасау үшін. Дұрыс, регенерация. Жасушалар екіге, одан кейін төртке бөлінеді. Дұрыс айтасың. Тікелей бөлінеді екен, кейбір жәндіктерде, өсімдіктерде өсу, сол сияқты денеміз жарақаттанған кезде ол қайта қалпына келу үшін митоз фазасы жүреді екен. Ал митоздың неше түрлі кезеңі бар? Митоздың 4 кезең. 4 кезеңнен тұрады. Атайықшы есімізге түсіріп. Профаза, дұрыс айтасың. Метафаза, анафаза және телофаза. Жарайсыңдар, бұл митоздың 4 кезеңі екен. Ал енді осы 4 фазадан өтпес бұрын митоздың дайындық кезеңін қалай атайды? Жасуша бөліну. Жарайсыңдар, интерфаза деп атайды екен. Ал енді бұл жыныссыз бөліну дедік, иә? Жынысты бөлінуге не жатады екен? Миоз жатады екен. Миоздың кезеңдері неше фазадан тұрады және қандай кезеңдері бар? Дұрыс айтасың, өте жақсы. Миоз бірінші, миоз екінші кезеңнен және оларда да 4 фазадан тұрады екен. Қандай тағы атап жіберейік? Дұрыс айтасыңдар. Профаза, метафаза, анафаза және телофаза. Енді қазір осы митоз бен миозды салыстыруды одан әрі дамыту үшін мен сіздерге номері 5 модельдеу тапсырмасын беремін. Бұл жерде фазаларды зерттеп бір-бірімен салыстырасыздар. Осы фазада дескрипторлар берілген. Бұл дескрипторлерге қарай отырып, сендер сұрақтарға, тапсырмаларға жауап бересіңдер. Бұл бізде жұптық жұмыс, балалар. Қазір екі-екіден жұптасып отырып, дәл осы тапсырманы орындайтын боламыз. Иә, осы қағазға орындаймыз. Жақсы оқушылар, бізде енді модельдеу жұмысы, иә? Кіріспес бұрын назар аударамыз, қандай тапсырмалар берілген, және де бағалау критерийлері бойынша дескриптор берілген. Толықтай 4 балдық жүйе, әр сұраққа бір ең соңғы сұрағына толықтай 2 бал беріледі. Жұмыстың атауына сәйкес жұп болып орындайсыздар. Енді адам жетпей қалып жатса, бір-бірден орындай береміз. Түсінбеген жерлерің болса, сұрайсыңдар. Жұмысқа кірісейік, 7 минуттай уақыт беріледі. Бір сұрақ қояйын. Бірінші миозбен, жалпы миозбен митоздың арасындағы негізгі айырмашылықтарды айтыңдаршы. Қандай айырмашылықтар бар? Жақсы, жыныссыз және жынысты көбею. Бір рет бөлінеді. 2 рет бөлінеді. Бір бөлінгенде 2 жасуша. Миозда гаплоидты жасушалар түзіледі, дұрыс айтасыңдар. Ал енді осы гаплоидты жасуша дегеніміз не? Кімнің есінде бар гаплоидты жасуша деген? Хромосоманың саны толық емес деген сөз, иә? Толық хромосоманың жиынтығын қалай атайтын едік? Диплоидты дейміз. Сонда митоздық бөліну кезінде диплоидты тікелей 2 жасуша пайда болады,
Ал мейоздық бөліну кезінде гаплоидты 4 жасуша бөлініп шығады екен, я? Біз білетін ең негізгі ақпарат салыстырмалы түрде осыдан басталу керек екен. Осыны біліп жүреміз. Қоясыздар. Түгел аяқтадық, я? Бұл жұмысты аяқтадық. Жақсы, жарайсыңдар. Әркім өзіне тиісті бал сандарыңды бағалау бетшесіне қойып шықсаңдар болады. Енді балалар, келесі кезеңде біз өзіміздің тобымызбен жұмыс жасайтын боламыз. Екінші тапсырма, топтық тапсырмада сіздер алдарыңызға әртүрлі осындай құрал жабдықтар беріп қойдым, я? Осы құрал жабдықтарды пайдалана отырып, митоз, мейоз фазаларының кезеңдерін моделін құрастырасыңдар. Жаңа модельдеу жұмысын орындадыңдар ғой. Енді осы фазалардың моделін құрастыратын боласыздар. Кірісейік. Балалар, бұл топтық жұмыста 2 балдық жүйемен бағаланады. Бағалау критерийіне байланысты дескрипторінде 1-1 балдан жинайсыздар. Және де бұл жерде ұқыптылық бағаланады. Митоз бен мейоздың фазалары мен кезеңдерін дұрыс орындау бағаланады. Іске сәт кірісіп жасай берейік. Мынау балалар, митоз фазасының жүрісі. Митоз фазасының кезеңдер. Интерфазадан басталып, ол қалай бөліну жүреді. Жасушаның ең сонда 2 жасуша бөлініп шығады. Дәл сол кезеңдер көрсетілген. Сіздерге көмек ретінде мына макетті ұсынамын. Келесі интерфаза тобында мейоз фазасының бірінші кезеңін орындайсыздар. Өздеріңіздің шеберліктеріңізге байланысты жұмысты орындап шығуларыңа болады. Ал мейоз тобына мейоз сатысының екінші кезеңіндегі фазаларды жасап шығарасыңдар. Алдарыңда А4 ақ қағаздар бар және құрал жабдықтар бар. Соларды қолдана отырып, өз шеберліктеріңізбен әдемі жасап шығуларыңызға болады. Кірісеміз. Жақсы балалар, топтық жұмысымызды аяқтадық. Біздер қазір бірінші митоз тобындағы митоз фазаларын орындап шықтық. Барлығы 4 фаза сақталған, эстетикалық талғамға сай, дұрыс нақты жасалған. Жарайсыңдар, сендер өздеріңе тиісті 2 балдық жүйелеріңді қойып шыға қойыңыздар, я? Жақсы. Келесі интерфаза тобында мейоздың бірінші фазасының сатылары берілді, я? Жақсы, интерфаза, профаза, метафаза, анафаза. Екінші интерфаза тобы да әдемі орындап шыққан. Жарайсыңдар? Жақсы. Сіздерге де толық 2 балдық жүйелеріңді қойсаңдар болады. Келесі үшінші мейоз тобы. Бұл жерде мейоздың екінші кезеңі 4 фазасы. Және осы кезеңдегі ең негізгі ерекшелік 4 түрлі гаплоидты жасушаның бөлініп шығуы, я? Жақсы, жарайсыңдар. 3 топта өзіне берілген тапсырманы толық әдемі жинақы орындап шықты. 2 балдық жүйелеріңді өздеріңе қойып алсаңдар болады. Біз жұптық және топтық жұмыстарды орындадық. Қазір сабағымыздың соңғы нәтижесі, қорытынды, бүгінгі сабағымызды одан әрі бекіту мақсатында әрқайсыңа жеке-жеке тапсырмалар беретін боламын. Бұл тапсырмаларды сіздер өз беттеріңізбен жеке орындайтын боласыздар. Аты жөндеріңізді жазамыз. Ол жерде дескрипторлар, бағалау критерийлері берілген балалар, я? Соңғы тапсырмаға неше бал қоямын деппін? Бағалау бетшесін қарайық. Неше бал екен? 3 бал. Толық орындап шыққан оқушы критерийлерге сәйкес 3 балын алады. Критерийлер толық орындай алмаса, бал азаяды. Түсінікті ғой, я? Критерийлер толық көрсетілген. Митоз, мейоз ұғымдарына анықтама бересіңдер. Процестерді, рөлдерін сипаттайсыздар және мейоздың әрбір кезеңіне қысқаша сипаттама берулеріңіз керек.
Жақсы балалар, мен сіздерге жеке жұмыстар бердім. Барлықтарыңыз жұмыстарыңызды аяқтадыңыздар. Енді осы тапсырманың ішінде бүгінгі тақырыбымыздың миоз бөлімінде екі термин кездескен. Біреу кроссинговер және конъюгация. Кроссинговер дегеніміз не? Осы сұраққа кім жауап береді? Я? Хромосомалардың бір-бірімен жұптасуы ма? Кроссинговерде олар алмасады бір-бірімен, дұрыс айтасыңдар. Ал конъюгацияда Иә, екеуі жұптасады, хромосомалар жұптасады екен. Ал кроссинговерде бір-бірімен алмасады екен. Жақсы балалар, осы тапсырманы қорытындыладық. Барлықтарыңыз өздеріңіздің тиісті бағаларыңызды балдық жүйелеріңізге қойып шығыңыздар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында тақтаға назар аударайық. Біз бүгін митоз және миоз фазаларын салыстырдық. Олардың негізгі айырмашылықтарын және бір-біріне ұқсастықтарын білдік. Негізгі митоз миоз фазаларының ұқсастықтары не еді? Айтайықшы. Екеуі де көбею процесінің бөлімдері. Жақсы. Ал енді митоз бен миоз процесінің қандай айырмашылықтары бар еді? Митоз процесінде не жүреді? Митоз процесі ол деген бір рет қана бөлінеді. Бір рет бөлінеді, дұрыс. Екі диплоидты жасуша түзіледі. Ол жерде екі диплоидты жасуша түзіледі. Генетикалық материал сақталады, толық 46 хромосома қалады, иә? Өсу, регенерация үшін. Бөліну, өсу, қайта қалпына келу процесін жүзеге асырады екен митоз процесі. Ал енді миоз процесінің ерекшеліктері қандай? Көбею үшін қажет. Жақсы. 4 гаплоидты жасуша түзіледі екен. Тағы жыныстық, бөліну кезінде, дұрыс айтасыңдар. Жақсы. Бұл митоз бен миоз фазаларының бір-бірінен негізгі айырмашылықтары екен. Бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша түсінбеген сұрақтарыңыз бар ма, балалар? Түсінікті ма? Інжу түсінікті ма? Аяулым, түсінікті ғой, тақырып? Олай болса, бүгінгі сабағымыздың бүгін қатысушылары қандай баға алды екен, соған тоқталып кетейік. Назерке бізде бүгінгі сабақта толық 10 ұпайын жинап отыр. Самал толық 10 ұпайын. Айбек неше ұпайын? 7 дейді. Айбек өзін 7 бал алдым деп бағалапты, жарайсың. Арман толық 10 бал. Келесі Аида толық 10 бал. Жақсы. Барлығы өте тамаша. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасай қойсаңыздар. Бүгінгі сабақта бізге не қиынырақ болды, не түсінікті болды, және де не үйрендіңіздер деген сауалдар шығу керек. QR-кодты сканерлеп, маған кері байланыс бере қойыңыздар. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасай қояйық. Бұл жерде мен білетін 3 нәрсе, мен таңғалдырған 2 нәрсе, және де болашақта тереңірек қарастыратын қандай сұрақтарыңыз бар, QR-кодты сканерлеп, кері байланыс бере қойыңыздар. Тақтада сіздердің кері байланыстарыңыз келіп жатыр. Сабақ күшті ұнады, сұрақ жоқ, барлығы түсінікті дейді. Келесі, сабақ түсінікті әрі қызықты болды. Митоз бен миоз жайлы түсіндім дейді. Сабақ түсінікті болды деп өздерінің бүгінгі сабақтағы кері байланыстарын оқушылар жазып жатыр. Келесі, сабақ ұнады, өте түсінікті. Мен түсінген 3 нәрсе. Олар жасуша жынысты және жыныссыз бөліне алады, гаплоидты және диплоидты болып бөлінеді, адам ағзасы өсуі митоз жасушасы арқылы өтеді. Мен таңғалдырған 2 нәрсе, ол дене регенерациясы жасуша арқылы жүреді. Миоз бен митозда фазалары өте көп. Мен болашақта қарастыратын, ол болашақта өз көзіммен жасушаның бөлінуін көру дейді. Жақсы, өте жақсы, міне нақты толық кері байланыс дарыннан келді. Жақсы оқушылар, кері байланыстарыңыз үшін рахмет. Енді үйге тапсырма, бүгінгі өтілген тақырып бойынша бізде біліміңді тексер деген тапсырмалар бар. Осы тапсырмаларды аламыз, тақырыпты жақсылап оқып, толықтырып келеміз келесі сабаққа. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.